Ну орманның ішінен алып айдаһар шығыпты деген хабарды естіген бүкіл аймақ дүрілдетіпті. Әшейінде батырсынған арыстан мен жолбарыс бұл хабарды естігенде естері шығыпты. Тіпті жұрт қорықпаймын-ау деген пілдің өзі айдаһар шықты деген жердің маңынан баспайтын болыпты. Өзінің қанды ауыз ашпай-ақ айналасындағылардың өзінен қорқатынын білген айдаһар әуелі аспан астындағы жалғыз иесімен деп жар салыпты. Айдаһардың осы бір ауыз сөзінен өлердей қалтылдаған өзгелер оған бас ұрып, тіпті дәмді мен жылы жұмсақ оған сыйлайтын күйге жетіпті. Мұны естіген дәу кірпі ашуланып, өзінің айдаһармен жекпе-жекке түсетінін айтып жар салыпты. Бұл хабарды жұрттың бәрі естиді. Ойбай, енді пәле тақпақ кірпінің кесірінен бүкіл жануар қырғынға ұшырайтын болдық деп шуласыпты. Тіпті бір тобы кірпіге келіп, әлем білмеген әлек, сен айдаһардың қасында түк демессің. Өзің өлгенмен қоймай бізді де пәлеге тап болғызасың деп тоқтатпақшы болыпты. Басқалар сөзі мән бермеген кірпі райынан қайтара алмапты. Ол керісінше құмға аунап тікенектерін қайрап жекпе-жекке сайланыпты. Мұны естіген айдаһар оны мазақ қылып қатты күлген екен. Бірақ оның шынымен-ақ өзімен сайыспақшы болған бірдеңе едәуір тітіркісіненіп қалыпты. Дегенмен де өзге жануардың алдында осалдылығын танытқысы келмей келсін депті. Сөйтіп енді жерге кірпі мен айдаһарға жекпе-жекке сайыса басталып кетіпті. Кірпі аса жылдамдықпен тез қармап айдаһардың құйрығын ұшынан айырылмастай тістеп алыпты. Кірпінің бұлайша тап берген ойламаған айдаһар оны құйрығынан ұшырып жібермекші болып жанталасыпты. Бірақ кірпінің тісі шыққанға қоймай, одан әрмен қарысып қадала түсіпті. Айдаһардың денесін қай жерге өзіне тисе де өткір тікенектерін сол жерге қадап, өне бойын қан-жоса қылыпты. Айдаһар кірпіге ауыз салайын десе, аузына тікенектер қадала, аузы басы қан болыпты. Ызаланған айдаһар тауға шығып, тауға өрмелеп кірпіні тасқа ұрып өлтірмекші болып, алайда онысы да ештеңе шықпай өз денесін жар тасқа ұрып, тұла бойы сау тамтыққа қалмай ауыр жараланыпты. Кірпінің тісі босағанды қойып, айдаһарды құйрығынан бастап кеміріп жей бастапты. Әлі дәрмені құрып жаны мұрнына ұшырап келген айдаһар көзі де ештеңе көре алмастан ең соңғы күшін бойына жинап қатты бір тулағанда биік таудың құзырынан терең шатқалы шайға бір-ақ құлапты. Сол беті төменге ағып жатқан осау өзенге тоғысып, аяқ жағындағы биік сарқыраманың тік шаншылып, қада тастарға соғылып жанталасқан екен. Ал өң бойы сау тамтығы жоқ қып-қызыл қан бөкке кірпі судан шығып келе жатқан күллі жан-жануар кірпі жасасын деп шуласыпты. Содан бастап бұл орманда айдаһар атаулы өмір сүрмейтін болыпты. Жан-жануарлар алаңсыз өмір сүре бастапты. Кірпінің ерлігін аңыз қылған орман жануарлары содан бастап оған киелі кірпі деген ат берген екен. Тіпті кейін кірпі Сүлеймен пайғамбарға ақыл айтқаны үшін кірпі шешен